Саламатсыздар ма? Бүгін сіздерге мен осындай жұлдызша құрақтың табандыққа таптап тігу әдісін көрсеткім келеді. Астарына осындай бөз немесе шыт мата пайдалануларыңызға болады. Ол үшін бізге керегі 3 түс мата керек. Бұл жерде көріп тұрсыздар, қою көк, ашық көк және айбари цвет. 3 түс матадан пайдаланамыз және астарына табандыққа мен шыт мата алдым. Табандыққа осындай сатен мата алдым. Ені 16-да 16. Бізге 3 түс мата керек. Айбари түс мата, ашық көк түс мата және қою көк түс мата. Айбари цветтен бізге 4 дана керек. 4 керек. Мынадан да 4 керек. Қою көктен бізге 8 дана керек. 8 дана керек. Бұл не үшін керек? Қазір мен сізге көрсетіп өтемін. Мынада әр түстен бірінің үстіне бірін қойып, осылай қойып, ортасынан бір тігіп сызбаластар. Сызғышпен бір сызбаластар міндетті түрде. Барлықтың түгін біркелкі жатуын қадағалайсыздар. Мына былай барлығы төмен қарап тұрады. Мына жерде бүйтіп жоғары көтергенде мінекей байқайсыздар, жоғары көрініп тұр. Соны былай төмен қараған кезде барлық матаны біріне-бірін. Мынада да сондай жағдай. Бұл айбари цвет онша біліне қоймайды. Сондықтан жақын көрсетейін. Мына өздеріңізде қолдарыңызбен сипаласаңыздар белгілі болады. Былай төмен жоғары қарап тұр, былай түгі төмен қарап тұр. Мінекей екеуін бірдей төмен қарап тұрған, бірінің үстіне бірін жатсасыздар. Осылай жатсасыздар да. Ортасын сызып аласыздар. Мінекейіңіз, ортасын сызып аласыздар да. Екі жағын инемен қадап аласыздар. Не себепті? Өйткені ол қазір тіккен кезде жылшып кетеді. Осының өзінде жылшып кетіп жатыр. Жылжымайтын қадағалауларыңыз керек. Осылай белгілеп аласыздар. Ашық көкпен ақ түсті екеуін біріктіріп қоямыз. Ашық түспен көктен екеуіне 2 данадан біріктіреміз. Бұдан бізден 4 құрақ шығу керек. Мынадан 2, мынадан 2 шығу керек. Сосын қою көкпен ашық көкті қоямыз. Бұны да түгін біріктіріп алуларыңыз керек. Бұны да дәл осы мынандай қылып жасайсыздар, ортасынан. Мына түсті жасайсыздар. Мына түстен жасайсыздар. Мынадан былай сызып аласыздар. Барлығына ине түйреп аласыздар. Мына ортасынан тігіп өтеміз.
тігіп өтеміз. Мынадан былай тігіп өтеміз. Мына ортасынан қиямыз. Осындай болады. Барлық жерден ортасынан қиып шығасыздар. Ең бірінші, мен ортасынан неге бірден тігіп алдым, өйткені анау қисық кетпес үшін. Бұл велюр болғаннан кейін астына флизелин жапсырылмаған ғой. Сондықтан флизелин жапсырмағаннан кейін бірінші мен ортасын сызамда, бірден сол сызған сызықтың үстін бірден тігіп аламын. Өйткені анау жектер қаншытқанмен бір жағы тігіліп жатқан кезде екінші жағы қисайып кетпес үшін бірінші ортасын тігіп аламын. Сосын барып екі шетін тігемін. Ол сәл жұмысты көбейтіп жібереді, бірақ дегенмен де құрағыңыздың әдемі ұқыпты шығуына әдемі әсерін береді. Мынандай бізде осындай кішкентай шағын ғана блоктар шықты. Енді осыдан біз жұлдыз шығаруымыз керек. Жұлдыз құрақ шығаруымыз керек. Тіккенде осындай болып шығады. Енді мыналардың барлығын біріне бірін біріктіріп тігіп аласыздар. Ол үшін осыған мен енді бұлай мына ұзыннан шыққандардың барлығын табандыққа қойып отырып, бұлай ұзыннан тартып отырып, табандыққа тігетін боламын. Мінекей мынаның үстіне қойып тігесіздер. Осылай біртіндеп алып тігіп кете бересіздер. Мынандай жұлдызшаның бұрыштарын
мына орталарын бөлініп кетпегенін қадағалайсыздар. Қисық кетпеген қадағалайсыздар. Қақ ортасына келу керек, былай келу керек. Түсіндіңіздер ме? Осылай тура тұсына түсу керек. Енді мынаны табандыққа былай тігіп аласыздар. Сосын мынаны былай тіге бересіздер. Мына төрт бұрышы сәл үлкендеу болады. Өйткені барлығын басында 5-те 5 қып қиып алдық қой барлығын. Мыналар енді біріктіріліп былай тігілгеннен кейін бұның размері қысқарады. Әр шеті 0,5 сантиметрден қысқарып отырады. Былай қысқарып отырады. Сондықтан мынау сәл шығып тұрады. Мына жерін тіккен кезде былай тікпейсіздер. Мынаған туралап тігесіздер. Сол кезде сәл қысқа болып тігіледі. Мінекей көрдіңіздер ме? Былай тігесіздер. Мінекей. Мынаған мына тігіске туралап қойып отырып тігесіздер. Егер қисық кетеді, дұрыс болмай қалады деген жағдайда, сондай ойларыңыз болса, міндетті түрде тереуішпен тереп алып отырыңыздар. Сол кезде құрақтарыңыз қисық шықпайды. Осылай болып шықты. Енді мына шетінің барлығын тігіп өтесіздер. Мынандай болды. Енді артылған жерінің барлығын қиып аламыз. Осындай әдемі жұлдызша құрақ болып шықты. Жапырақ құрақ деп жатады, жұлдызша құрақ деп жатады. Осындай шағын құрақтардан әдемі көрпеше, ерекше көрпеше шығаруларыңызға болады. Бұл менде ені 14 болды. 14-те 14. Те 14 шықты. Астары осындай болды. Не үшін мен табандық салдым? Өйткені көп жерде осындай жұлдызша құрақтар табандыққа тапталып тігілмей құралып жатады. Сондықтан жуған кезде мынандай тіккен тігістердің арасы кейде жаймендеп сөгіліп кетіп жатады. Сондықтан осындай үлкен емес, шағын құрақтарды өстіп табандыққа салып тігуді жөн көрдім. Осындай майда 14-те 14, кейде 12-те 12 шығаруға да болады. Сол кезде әдемі көрпешелерге, құраққа пайдалануларыңызға болады. Құрақтардың арасында осыны ойланбастан жаратуларыңызға болады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Әрине тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Серікгүл Медетбайқызы. Келесі видеоға дейін сау саламатта болыңыздар.